12 жасқа толған балаларға арналған. Бағдарламаның кезекті кейіпкері Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қостанай қаласының құрметті азаматы, Қазақстанның құрметті журналисі Оразалы Отынбайұлы Жақсанов. Шығармашылық адамдарының бойындағы бір дарын ұшқындары сол мектепте оқып жүрген кезде сезіліп қалады. Журналистика, жазушылыққа бастар жол деген сөз бар. Өмір көрмеген адамнан жазушы шығу өте қиын. Тұлға дегеніміз кім? Ол ел үшін еңбек еткен адам. Тек қана аға буындардан емес, кейінгі келе жатқан жастардан да үйренесің. Кітап өзің досың, ең сенімді серігің кітап. Кітаппен дос болу керек қой. Ол шығармашылыққа мектеп жасынан жақын болыпты. Аудандық газет журналдарға мақалалар жазып, өз ортасында журналист бала атанып та кеткен екен. Мектепті бітірген соң, сол кездегі Алматыдағы жалғыз журналистерді дайындайтын факультетке оқуға түспек болады. Бірақ оған түсерде еңбек өтілі қажет етілетін. Сол себепті мектепті бітіре салысымен құрылыста еңбек етуге бел буады. Кейін Украинада азаматтық борышын өтеп келген соң, ақыры сол оқу орнына түседі. Мектеп бітіре салысымен мен барған жоқпын Алматыға. Содан ауылдағы сол құрылыс саласына араласып кеттім. Қарапайым ғана сол құрылысшы болып жұмыс істеп, әке-шешеме қолғабыс етіп солай бастағанмын. Содан кейін енді әскерге баратын уақыт келіп қалды. Әскерге барып сол Украинаның Чернопси, содан кейін Ровно деген қалаларында өзімнің азаматтық борышымды өтедім. Танк жүргізушісі болдым, 1-ші класста. Son 2 жыл абыроймен өтеп келген соң, менде енді 3 мүмкіндік тұрды алдымда. Біреу күндізгі бөлімге тапсырып көру, екінші сырттай бөлім қарау, үшіншісі мына дайындық бөлімі деген болады, соған түсу. Бірақ сол жылы жұлдызым жанып, өзім дайындалдым, ол жақта кітаптар салдырып алып ауылдан. Сол ізденіп отырдым. Мен жаңағы қызметте жүргенде де, әскери қызметте босқа жүрген жоқпын, білген орыс тілінде. Сол өзімнің округтік газеттерге белсене араластым. Содан кейін олар бітірер кезде мені жаңағы жерде маған кепілдеме берді университетке Алматыға. Осындай, осы баладан журналист шығатын жаңа мүмкіндігі бар. Осыны оқуға қабылдар кезде ескеріңіздер деген. Оразалы Жақсановтың ата-анасы ауылда қарапайым шопан болатын. Ұлдарының журналист болам деген арманы орындалатынына сенді. Оқуға түсем деген талпынысын қолдады. Әкем өзі былай қарапайым шопан болғанмен жалпы әнге, өнерге сондай бейім кісі болды. Шешем кітап жақсы көретін, түнімен кітап оқып жататын. Солардың жұқтау деймін. Өзім негізі мен анам дүниеге журналист етіп дүниеге әкелген екен. 1956 жылы 5 мамырда дүниеге келдім. Ол бұрынғы Кеңес одағы кезінде баспасөз күні болатын, журналистер күні болып жылда атап өтетінбіз. Өзім сол Оразада дүниеге келген екен, әкем Оразалы деп қойған екен. Мен жағдайым сол, жалпы біздің үйде жалпы мына өнер қонған шаңырақ болды десем де қателеспеймін енді. Бірақ мал баққанмен ол кісілер материалдық игіліктен гөрі мына рухани байлықты жоғары қойды. Солай біздің бойымызда солай болды, өзімде солай, қазірде солаймын. Біздің отбасымыздың сол рухани жағына басым қазіргі. Журналист болу, көп оқу, әрдайым ізденісте болу, қай тақырыпта дүние жазба, соны алдымен өзің сезіне білу дейді кейіпкер. Демек, жазарда жүрек пен сезімді іске қоса білсең, ол оқырманның да ой санасына жақсы сіңбек. Бұл жазушылыққа өзі адам табиғатында дарынды болу керек. Бірақ дарыным бар екен деп жүре берсең тағы болмайды, оны ізденіспен көп оқу керек, көп ізденіп. Әрине, біз мектепке, университет түскенше ауылда кітапханамыз өте бай болды. Сол кітапханадан жаңа түскен кітаптарды жібермей, ауылдың жарты кітапханада кітаптарды іздеп жүріп, жаңа кітапханашылардан жаңа түскендерін қарап жүретінбіз. Соның бәрі кейін өмір көр ғой. Өмір көрмеген адамнан жазушы шығу өте қиын. Өмірден түйгенімен өмір өзі алып келеді соған, бойында қабілет, дарын болса. Соны ары қарай өзің ұштап отыруың керек. Енді міне қанша біздің мынау мамандығымыз журналистика, өмір бойы оқып өтетін, ізденіс үстінде өтетін мамандық. Сондықтан өз мамандығымызға адал болуға тырыстық.
Оразалы Отынбайұлы талантымен ерекшеленген өз заманының үздіктерін, әр саланың мамандарын зерттеп, тұлғалар жайлы толғанғанды жақсы көреді. 30-дан астам ел азаматтарын сипаттап, бірнеше кітаптар да жазды. Олармен кездесіп, әңгімелескенде шабыт аламын дейді ол. Солардың өмірі арқылы жастар да шабыттанса дейді. Рухани жан сарайы бай адамдарды жақсы көремін. Олармен бір сөйлесудің өзі бір ғанибет қой, мысалы. Жаңа тұлғалар дедік, тұлғалармен сөйлескенде бір ерекше бір өзім байып қалам, кемелденіп қалам, шын айтсам. Бір солардың өмірлерінен де үйренемін. Қаншама тағылым аламын да. Егер мен бойымда жақсы бір қасиеттер бар болса, соның бәрі жол үлкен кісілердің ақ батасы, кейбір кісілер батасын береді. Біздің жолымызды берсін, саған айналайын деп. Кейіпкерлердің бәрі жаңа бұлбұлша сайрап, сен жауап бермейді. Кейбір адамдар мысалы тұйық болады. Солардың ішіндегі жан дүниені, соның жанын ақтару, жан сырын ақтару, ол журналистке байланысты. Соны сіз өзіңізбен сөзбен тартып, демеп, ол үшін біздің мынау журналист мамандық сан қырлы, терең білімді болу керек. Сен ол кейіпкеріңе байланысты. Қандай кейіпкер ол? Сен барған кезде жаңа ештеңені білмей отсаң, керек болса ол кейіпкер сенімен сөйлеспейді қояды. Мынау не үшін келді дегендей. Сол барған мамандық иесінің, кәсіп иесінің жасына, оның біліміне, лауазымына, қызметіне қарай сен соны жан-жақты біліп дайындықпен баруың керек. Шығармашыл адам үшін бір сөйлем жазғанға да шабыт керек. Ал Оразалы аға шабытқа қоса еңбек сүйгіштік те керек дейді. Шабытты жалқаулықпен шатыстырмау керек. Мен жалқау адам емеспін біріншіден. Біріншіден мен қайдан Алланың берген маған сыйы, сол шығар деп ойлаймын, Алланың берген сыйы, мен жазғанда ешқашанда қиналған емеспін. Сөз өзінен өзі төгіліп жатады менде. Оның бәрі сол көп ізденістен, оқудан, тоқудан болатын нәрселер деп ойлаймын. Мен осы газеттерде де істедім, 40 жыл жұмыс істедім. Мен ешқашанда, мысалы, енді шабыт ол көңіл күйге де байланысты. Бір нәрсе әсер етеді адамға, бір көңіл күй, бәрі ой өрісіне мынау толғаныстан туады, бұның бәрі тебіреністен туады. Бір себептер болады, мысалы, жазушыға. Бірақ мен мына оның бәрі енді былайша айтқанда адамның өзіне қарым-қарым. Мен сол мысалы жазғанда қиналған емеспін ешқашан. Қиналмаймын да. Мынау газеттің, біздің журналистиканың қызметтің бір ерекшелігі ұшқырлыққа, ширақтыққа, сергектікке ол бейімдейді. Бұл өзім солай шығар, Алланың өзі мынау бар ғой, қаншама сен 10 университет бітірсең де, Алла тағала өзі табиғи дарында, қаныңда, мынау, бұл өзі бұлай тектілікпен келеді, тектен келетін нәрсе ғой. Атаның, әкенің қанымен, ананың сүтімен келеді бұның бәрі. Сондықтан бұл табиғи дарын болу керек адам бойында. Табиғатта болмаса, мен білмеймін, оны түсінбеймін ондайда. Осы елдің өзінде, мысалы, өзімен қаншама адамдармен араластым. Жаңа жерде еңбек ерлері, Кәмшат Дөненбаева, мен ол кісімен бір туған інісіндей болдым. Арамызда Қазақстан еңбек ері жүр ғой, мына Сайран Бұханов деген кісілер. Мінекей мына Жансұлтан Демеев деген кісілер. Мінекей енді әр саланың өз батырлары бар ғой біздің. Мысалы, батырлары бар деп айтайын мен. Өйткені өнер адамдары маған сөйлесу, маған енді көбіне өзім сол салада жүргеннен кейін кішкене жеңілдеу болды, олармен сұхбат ету. Мынау көбіне мынау мысалы еңбек ерлері, мына медицина саласында жаңағы еңбек еткен даланың академиктері дейміз ғой, аталарымыз, ағаларымыз, апаларымыз. Олар қарапайым болып келеді көбіне кісілер. Мысалы, олар көп айта бермейді. Солармен соның тілін тауып, сөйлесіп, соның өзіңде сол саладан хабарың болып. Енді маған енді көбінесе жаңа өзіңіз айт, жастайымнан сол еңбек адамдарында жүргенімде сол бір жағы әсер етті ғой деймін. Маған мысалы мынау мал шаруашылығында жүрген адамдармен, мына далада механизаторлармен сөйлесу жеңілдеу болды. Жеңілдеу да. Олардың қарапайым тілі, олардың өздерінің бір сөздері бар, сөз тіркестері бар. Адам өзі сөйлесе келе, сөйлей шешен боласын демекші. Адам сөйлескенше, жылқы кісінескенше деген сөз бар ғой. Ары қарай өзі ой өрісіп дамып кете береді. Оразалы Жақсанов еңбек жолын Қостанай таңы газетінен бастады. Биыл газетте жүргеніне 40 жыл. Егемен Қазақстан, Ана тілі, Жас Алаш республикалық газеттерінің меншікті тілшісі де болды. 30-дан аса кітап шығарды. Әр журналистің өзіндік жазу стилі, техникасы мен мақсаты болады емес пе? Ал сіздің осынша еңбекте жазудағы түпкі мақсатыңыз қандай? Жазған кезде мен оны тәрбиелік мәніне назар аударамын.
жазған нең ол ешкім оқусыз қалуға болмайды ғой. Соны рухани нәр алу керек. Содан бойына бір жақсы қасиеттерді сіңіру керек. Мінекей енді журналистің, жазушының құралы тіл ғой. Сол тілдің жаңағы көркем, бояуы қалың, түсінікті, айшықты болу жағына көп көңіл бөлуге тырысамын. Бірақ суреткерлік, бойында суреткерлік қасиетте болу керек. Сондықтан сол жағына көңіл бөлемін. Жаңағы сол ғой енді жазғанда. Жазғанда тақырыпқа көңіл бөлемін. Енді ол журналистердің, әр журналистің өзінің көкейінде жүрген тақырыптары болады, ойлары болады, мазалап жүргенде. Соны ақ қағаздың бетіне түсіріп, соған әйтеуір жұртшылықтың жүрегіне жететіндей болып жазуға тырысамыз ғой, әрбір мақаланы. Ең бірінші журналист өзін отаншыл болу керек. Одан кейін екінші жаңағы өз мамандығына адал болу керек. Үшінші тынымсыз ізденіс үстінде болу керек. Жеделдік керек. Одан кейін білім ғой, терең білім. Оразалы мырза көпшіл, досқа адал адам. Содан болар өзі Шымкент облысы Сарыағаш өңірінің тумасы болғанымен еңбек жолын осы Қостанай қаласында бастап, осы жылдар ішінде жерге, елге сіңісіп кетті. Достар да тапты, олармен өз туысындай араласты. Мен өзім арманыма, мақсатыма жеткен адам бірімін деп ойлаймын. Өзім аңсаған мамандығымды игердім. Қазақтың жалғыз факультетін аяқтадым кезінде. Қостанайға келдім. Қостанайда да бауырлар таптым. Қаншама кейіпкерлер. Мына кейіпкерлерім кейін мен туысқаным болып кетеді. Араласып, адам өзі солай болып кетесің. Солай болып жүрмін де қазір, шын айтсам. Қостанайдың халқына рахмет. Көп жылғы еңбегін бағалап, қаланың құрметті азамат деген атақ берді. Басқа да не қылды. Өзім де мынау жаңа жерде жақсы адамдарға сол не қылуға, қолымнан келсе ардақтауға тырыстым. Мысалы мен осы үйге көшіп келгенше мынау қалалық әкімдіктің жанындағы Пушкин көшесінде тұрдым, 92-ші үйде. Мен алдымда ол жерде біздің ұлтымыздың мақтанышы Сейткен Жахметов ағамыз тұрған. Ол кісімен мен этнограф білесіздер ғой, сатирик жазушысы, торғайлық бауырымыз. Екеуміз жақсы едік, ол кісі ағамда мен сол пәтерінде тұрдым да 28 жыл. Содан кейін сол үйдің қабырғасына сол ағамыздың да аты Қостанайда шығып тұрсын деп мемориал тақта орнаттырдым. Рахмет, қаланың әкімдері қолдады. Сол кезде әкім Базыл Жақып деген үлкен азамат еді, қолдады. Кейін сол сөйте-сөйте Сейт ағамның да балаларымен жақсы араласып кеттім мысалы. Отбасы құндылығы Оразалы Жақсанов үшін өте маңызды. Балаларына бұл туралы әрдайым айтып отырады. 3 ұл тәрбиеледі, олардан немере сүйді. Қазір ортасында сыйлы азамат, ардақты әке, сүйікті ата. Биыл айтып жатырмын ғой, жаңа 40 жыл болды журналист болғаныма деп. Әрі сол менің бір ерекше атап өтерім. Біз сол Алматыда жүріп, қазақтың бір аяулы қызымен танысып, ол осы Қостанайдың қызы, осы Ұзынкөл ауданының өзімізден Зора Калякбар-қызы деген. Ол жаңа біздің университеттің Алматыдағы химия факультетін бітірді, мектепті алдын металлмен бітірген. Сөйтіп сол жерде кездесіп, ары қарай екеуміз енді көңіліміз жарасып, шаңырақ көтердік. Тойымыз Алматыда өтті. Алматыдан екеуміз, Алматы сонысымен бізге ыстық. Алматы мен үшін бір ерекше ыстық қала. Мен қанша жылдан бері тату-тәтті өмір сүріп келеміз. Ол кісі мынау Ыбырай Алтынсарын, облыстық Ыбырай Алтынсары мемориалдық мұражайында қызмет атқарып, сол жердің енді ардагері, мәдениет саласының сол қайраткері. Енді айтайын дегенім, 3 жыл сүйдік. Үлкен Нұржаным облыстық филармонияда әнші, 2-ші ұлым мемлекеттік қызметте, 3-ші ұлым Дарын деген ұлым, ағылшын тіл пәнінің мұғалімі, 2 ұлым сол магистратураны бітірген. 2 келінім бар, Мейрамкүл, Сәулет деген. Екеуі де енді жоғары білімді, қос немерем бар, Әміре, Әмзе деген. Солардың қызығын көріп, сол бос уақытымды соларға арнап, соларды қыдыртып, далада жүрем, соларға. Солар жақсы, мен жетпегенге солар жетсе екен. Олар тек қана жаңағы
Қарабастың қамын ойлайтын адамдар емес, елдің мақтанышы, қазақ ұлтының сол келешегін ойлайтын, тәуелсіз еліміздің тірегі болса екен, сол ел үшін қызмет ететін азаматтар болуы өссе деймін мен енді. Бала балың, баладан туған немерең жаның дейді ғой. Немере үшін жаныңды беруге дайынсың ғой. Олар мені рух беруші, мен демеушім, шаршағанда мен жаңа демалдыратын, мені алға, былайша айтқан менің ғұмырымды ұзартатын негізгі күштер солар. Оларға айтар жоқ антон. Баяғыда жас кезімізде әке-шешеміз айтатын, немере баладан ыстық болады деп, сол рас екен. Қазір соны өз басымда кешіп жатырмын. Оны бәріңізді кешесіздер, Құда қаласа. Кейіпкердің жары Зора ханымды да сұхбатқа тарттық. Мінезі, биязы, қарапайым, отбасының берекесін келтіріп отырған жан. Оразалы аға, ол мені сол жібектей мінез құлқымен баурап алды деп әзілдеді. Оразалымен танысқаныма да 40 жылдан астам уақыт болып кетті. Біз Алматы қаласында танысқан едік. Содан бері мінекей 1982 жылы екеуміз бас қосып үйлендік. 3 жыл тәрбиелеп отырмыз. Енді Оразалының мінезіне келетін болсақ, бұл балаларға жақсы тәрбие берді. Балаларды жақсы көрді, оларға қамқор әке болды, жаны ашиды, сондай мінездері бар. Шығармашылықпен айналысқан кезде ойын бөлмеуге, тыныштықты жақсы көреді. Сондықтан біз оған көп септігімізді тигізбей, өзі шығармашылықпен айналсын деп сол бұлай көмек беріп отырамыз. Далада қыдырғанды жақсы көреді, серуендейді. Күніне мысалы 1-2 сағат міндетті түрде көшеге шығып, или паркке барып, или тобыл жағасына барып, қыдырып, ойын, ойлап, енді шығармашыл адам болғаннан кейін, өзінің ойын саптап, табиғаттан әсер алып, кейін сондай қасиеттері бар. Жалпы әр адам үшін өз әкесі қайталанбас тұлға ғой. Сол сияқты мен әкем де өзіме асқар таудай болып көрінеді. Кішкентай кезімізден мамадан гөрі әкеміз еркелетіп өсірді мені. Қалаған нәрсені әперіп, қатал болу керек кезде қатал болып, жұмсақ болу керек кезде жұмсақ болып, әр нәрсенің шегін біліп өстік өзіміз. Қазір мысалы мен өзім ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болып істеймін. Әкем мысалы дастархан басында немесе өзім жеке қалған кезде үнемі өзімді шыңдап отыр, ізден, кітаптар оқы деп үнемі бағыт-бағдар беріп отырады. Мамамызбен де 40 жылдай болды ғой, 40 жылдай бірге тату-тәтті бір шаңырақтың астында өмір сүріп келе жатыр. Әкеміздің Қазақстанға белгілі қаламгер болуы біздің анамыздың да арқасы деп ойлаймын. Себебі отбасында еркекке нағыз қолдау беретін, жұбаныш болатын өзінің жан-жары ғой. Сол сияқты енді журналистік жолда талай жетістіктерге жетті. Ол маманың қолдауы деп ойлаймын. Себебі өздеріңіз білесіздер, мақала жазған кезде өзі адам моральдық жағынан шаршайды. Сол кезде тыныштандырып, өзіне шабыт сыйлап отырған анама да алғыс айтамын. Армансыз адам ормансыз бұлбұл дейді ғой. Сол сияқты енді әр баланың арманы өзінің әкесінің бейнетін, зейнетін көргізіп, болашақта немере сүйгізіп, алтын асты өзінің екі немересі бар қазір. Өзім кішкентай балам, есім өзі қойды Әмзе деп. Әр адамның негізгі мақсаты бұл өмірдегі ұрпақ сүю, өзінен ұрпақ қалдыру. Сондай мақсатпен адам өмірге келеді деп ойлаймын өзі.
Бүгінгі кейіпкерден түйгенім, көпшіл болу жақсы. Тұйық болу адамды көп кедергіге әкеледі. Шығармашыл адамға талантқа қоса талап, еңбек қажет. Онсыз ол абыройсыз болмақ. Отбасының берекесі ана дейміз ғой. Бірақ жарының кіршіксіз көңілі мен баласының болашақта азамат болуы әкеге байланысты. Себебі әке отбасының басты кейіпкері болса, өзі үшін өмірінің басты кейіпкері. Хош, Қазақстанның құрметті журналисі Оразалы Отынбайұлына арнаған бағдарламам осымен тәмам. 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің мерекесі құтты болсын. Жазарымыз таусылмасын, қаламымыз мұқалмасын. Айтарымыз әрдайым жақсылық пен ізгілікке толы болсын.